Барлығыңа сәлем, сендермен бірге Ботыманка. Менің шашым туралы артық сұрақ қоймасаңыздар болады, өйткені бұл шашымды мен өзім де түсінбеймін. Кеше түнімен телефон қарап шығып, таңғы 6-да жаттым. Таңғы 6-да жатқаннан кейін, естественно, түскі 1-2 шамасында тұрдым. Кейбір оқырмандар маған айтып жатады, неге сен үнемі неухоженная жүресің деп. Уход дегенде бет жуу, тіс жуу жатпай ма? Айтпақшы, сплаттың тіс пастасын мақтап қояйыншы сендерге. Осы тіс пастамен жуғалы тістеріме тас жиналмайтын болыпты. Бұл бетіме жағып жатқан сары су бетті ылғалдандырады және жылтыратады. Мен бетімнің жылтыр болып жүру себебі осы сары судың арқасы. Қазір әлеуметтік желіде өте көп белсенді болып жүргендіктен көп оқырманым жазады маған. Неге сіз боянбайсыз, неге дұрыс киінбейсіз деп. Мен қарапайыммын, маған қарапайым болып жүрген ұнайды. Күнделікті тұрмыс тіршілікте бетімде бояу болып тұрса, бетім демалмайтын сияқты. Маған дискомфортно, сондықтан мен боянбаймын. Укладка да жасамаймын. Қалай бар солай жүргенді ұнатамын. Сосын мен туралы бір қызық факт десең, бірақ кімге қызық? Сонда да айта салайын. Мен үй жинап жүрген кезде музыка қоспаймын. Тыныштықта жинаймын. Тып-тыныш жерде, бірақ терең ойға батып кетемін. Қазір не туралы ойлағанды айтамын сендерге. Айтайын ба, айтпайын ба деп ойластым, бірақ айтуды жөн көрдім. Мен мектеп оқып жүрген кезімде буллингтің құрбаны болғанмын. Иә. Адам баласы болғаннан кейін тіршілігімізді жалғастырамыз ғой, бірақ қай адам болсын, барлығында бір естелік болады. Ал мектеп туралы мен ойласам, жағымсыз естеліктер есіме түседі. Сондағысы біз мектепке білім алуға, оқуға барамыз ғой, буллингтің құрбаны болу үшін емес. Негізі дорамадағыдай, біреуді буллит етіп жатқан кезде бір сүмсік көп тұрады қыздар. Мен ондай болған жоқпын. Мен буллит еткен кезде ана жерде жағын айырып, бұтын қайыр жүретінмін. Стримде отырған кезде айтатын едім ғой, біз жаңа ЖК-да тұрмаймыз, бұрынғы ескі, 1970 жылғы домда тұрамыз, подъездіміз ескі деп. Мен бұндай ескі домда тұрғаныма түк те ұялмаймын. Бұл үйге ремонт жасаған бізге тиімсіз, өйткені бұл үй сносқа кетеді. Сносқа кеткеннен кейін бізге жаңа үй береді. Осы видеоблогта сіздерге негізі көп нәрсе айтқым келген, әсіресе буллинг темасында. Жарайды, оған да бөлек видео арнармын. Күйеуіме тамақ істеп болдым, жұмысына апарып тастаймын осы мантыны. Бітті!